қазақ тіліне немесе орыс тіліне аударуға болатынын түсіндіретін боламын. Ол үшін бірінші Pinduodu'дан шығамыз. Мына Tab Translate Screen деген приложение Play Market'те немесе App Store'дан жазып аламыз. Ол ашылады. Мына жерден қай тілден аударасыз? Ағылшын. Біз ағылшын деп Қытай тілінен Chinese Simplified деген, яғни упрощенный китайский деген тілді таңдаймыз. Ал мында сізге орыс тілі керек болса орыс тілі, қазақ тілі керек болса қазақ тілін таңдайсыз. Сосын off-ты басасыз. Птичканың болуын қадағалайсыз. Сосын принять, яғни accept басасыз. Начать запись или трансляцию дегенге начать дейсіз. Все, қайттан Pinduodu'ға кіреміз.